Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз этиология, реактивтілік, жалпы патофизиология кіріспе сабақты талдаймыз. Бұл тақырып 2 бөлімнен тұрады, сондықтан жақсылап конспекті жазып алыңыздар. Этиология ол себепкер ықпалдарды зерттейтін ғылым. Патофизиология дегеніміз жалпы аурулардың дамуын зерттейтін медицинаның бір бөлімі. Енді жалпы алғаш сабақтар ғой. Ең алғаш патофизиологияда уже этиология, патогенез деген ұғымдар бар. Этиология дегеніміз ол белгілі бір аурудың себебі. Қандай себебі әкеледі, ол уже этиология деп аталады. Екіге бөлінеді: экзогенді себептер, эндогенді себептер. Экзогенді себептер физикалық, механикалық, химиялық, биологиялық, әлеуметтік, психикалық себептер. Ал эндогенді себептер генетикалық ерекшелік, қоздырғышқа ағзаның жауап қайтару қабілетінің төмендеуі, жүйкелік эндокриндік бұзылыстар, иммундық жүйе әлсіздігі, зат алмасудағы өзгерістер. Экзогенді себептерге, например, физикалық рентген сәулелері, ультракүлгін сәулелері, одан кейін семей полигоны, Чернобыльдағы жаңағы атом станциясының жарылуы бәрі физикалыққа кіреді. Механикалыққа травмалар, неше түрлі жарақаттар, пышақтану, бәрі уже механикалық. Химиялық болса, ол бізде дәрілік заттармен улану, химиялық заттармен улану, спиртпен улану, биологиялық вирус, бактерия, микробтардың әсерінен ауырып қалу. Әлеуметтік, например, зарплатаның төмендеуі, киім жоқ болса, сосын әлеуметтік жағдай нашар болса, тоже ол экзогенді себептерге жатады. Ол тоже ауру шақырады. Психикалық себептер, невроз, депрессия, стресс, осының бәрі уже олардың бәрі психикалық ауруларға себепкер ықпалдар, яғни этиология. Ал эндогенді себептер генетикалық ерекшелік, қоздырғышқа ағзаның жауап қайтару қабілетінің төмендеуі, жүйкелік эндокриндік бұзылыстар, иммундық жүйе әлсіздігі, зат алмасудағы өзгерістер. Например, менің қант диабетіне генетикалық ерекшелігім болса, осы кезде мен сразу бір фактор әсер етеді. Спортпен айналыспай, мен көп қантты, глюкозаны көп қолдансам, глюкозалық тамақтарды, көмірсуларды, сол кезде менде қант диабеті шығып келу ықтималдылығы жоғары болады. Сосын қоздырғышқа ағзаның жауап қайтару қабілетінің төмендеуі, жүйкелік эндокриндік бұзылыстар, иммундық жүйе әлсіздігі, зат алмасудағы өзгерістер, яғни адамның ішіндегі эндогенді себептерге жатады. Бұл тақырыптарды біз алдында талдаймыз. Сол кезде жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Енді организмге жоғары температураның әсері. Уже ол күйіктік ауру деп атады. Яғни күйіп көрген шығарсыздар, қатты температураны байқамай ұстап қалған шығарсыздар, пешке немесе чайға күйге. 4 сатыдан тұрады. Бірінші жеңіл саты терінің қызаруы, екінші орташа күйген жердің суланып күлдіреуі, үшінші ауыр тері некрозы, жаралардың пайда болуы, өте ауыр тері және тері астына тіндердің толық некрозы. Бұл бізде 4-ші саты, өте ауыр. Негізі күйу өте жаман ауру. Күйіктік ауру деп аталады. Ол күйген аймақтың ағзада 10-15%-тен асуы. Сатылар күйіктік шоқ ең бірінші күйген кезде болады. Күйіктік уыттануы ағзаға жаман әсер етеді, яғни таралады. Күйіктік жұқпалар, күйіктік азғындық, адам күйген кезде қатты азып кетеді. Сонда сауығып шығады. Негізінен күйген жердің аймағын осындай 1%-тік алақан әдісімен анықтаймыз. Немесе 9-дық әдіс бар. Яғни бас 9% болып есептенеді, қол 9%, кеуде жалпы 18%, аяқ уже 18% деп есептеді. Яғни 9-9-дан осындай бөліп тастаймыз. 15%-тен асса ол күйіктік ауру деп аталады. Немесе алақан ол 1% деп есептейміз. Сол кезде примерно алақандағыдай жерден уже күйіктіктен есептегенде уже 15%-тен асса уже күйіктік ауруға жатқызамыз. Жасушалық деңгейде қандай өзгерістер болады? Жасуша мембраналардың зақымдалуы болады. Натрий ионының сүмемберге жасуша ішіне енуі, қанның қоюлануы болады. Өйткені натрий өзімен бірге суды алып жүреді. Жасуша мембранасы зақымдалады, сосын бүткіл суды жасуша ішіне алып кіріп кетеді. Өйткені бізде плазма мен қан жасушаларының арасында қатынас бар ғой. Сол плазмада су көп. Сол судың бәрін натрий тартып алады өзіне. Өйткені жасушаның сыртында натрий көп жүреді. Жасушалар ісінеді осылай. Жасуша ішінде бізде мембрананың ішінде протеолиздік ферменттер және ыдыраған белоктардың қанға шығуы болады. Солай басқа ағзаларды құрта бастайды. Күйіктік уыттану деп атайды оны. Жасушадан калий ионының қанға шығуы, гиперкалиемия болады. Себебі бізде жасушаның ішінде калий көп деңгейде орналасқан, ал сыртта натрий көп орналасады. Жүрек соғуының әлсіреуі, аритмия болады. Себебі бізде калий реполяризацияға жауап береді. Яғни жасушаның ішінен қалай реполяризация болады? Жасушаның ішінен сыртқа шыққанда реполяризация болады. Біздің ішінен жасушаның ішінен шығатын калийдің бәрі сыртта қанда жүр?
и осы кезде реполяризация болмайды, и сосын жүрек соғуға әлсірейді, адам қайтыс болып кетуі мүмкін. ЭКГ-дан көргенде уже үлкен тартыс жүйелерін көреміз. Эритроциттердің гемолизі болады, себебі гиперкалемия эритроциттердің гемолизіне келеді. Содан гипоксия дамиды, науқас шоктан қайтыс болып кетуі мүмкін. Бұл бізде жасушалық деңгей болды. Енді гипертермия қызу, сыртқы температураның жоғарылауы. Лихорадкадан бөлек, лихорадка дегеніміз ол уже бізде қорғаныштық реакция. Гипертермия жоқ, ол сыртқы температура қатты биік болған сайын бізде гипертермия дамиды. Гипертермия деп қашан айтамыз, ол бізде 41 градустан асып кеткен кезде терінің қан тамырлары кеңіп, терінің көп бөлім ағза өзін суытады. Осылай біз көп терлейміз. Например, күн қазір ыстық, Семейде 42 градус болып жатыр жазда. И біз көп терлейміз, теріміз қараяды. Ол же біз қорғаныштық, ағзамызды қорғау үшін. Ал жылу өндіру азайып, жылу шығару күшейеді. Біздің гипоталамуста жылу өндіру және жылу шығару орталықтары бар. Осы кезде жылу өндіру мүлде азайады. Метаболизм вообще жұмыс жасайды, ақырын жұмыс жасайды, и жылу шығару күшейеді. Тері бізде үлкен қан тамырлары спазм болады, керісінше уже терінің тамырлары не болады, кеңейеді, вазодилатация болып бізде жылу шығару күшейеді. Көп терлейміз, и денеден жылу өткізбейтін киімдер кигенде жылу шығару шектеледі. Например, синтетикалық киімдер немесе резиновый киімдер киіп алсақ, уже бізде гипертермия болады. Содан ағзадағы жылу сыртқа шықпай, іште жиналып, температура көтеріледі. Энергия өндіру азаяды, энергия шығару күшейеді. Теңгерілмеген және теңгерілмеген сатылары. Компенсация, декомпенсация. Компенсация дегеніміз ол уже бізде жаңағы бейімделеді ағза, соны бейімделу деп атайды. Ал декомпенсация уже не деп атасақ болады, уже ағзаның отказ беруі. Декомпенсация. Бүкіл ауруды естиміз, қазір мысалдармен жақсы түсіндіруге тырыссам. Теңгерілген сатыда ағза жоғары температураны ұстап тұрады. Ол қалай? Дене қызуы шектен тыс көтеріледі, зат алмасу артады. Бірінші қан тамыр және тыныс орталық қозады, содан кейін бірден тежелу басталды, гипоксия дамиды. Бұл же теңгерілмеген сатыда. Біздің терлеуіміз, сосын жаңағы жылу өндірілудің азаюы, жылу шығарудың күшеюі, бұлардың бәрі компенсацияға жатады. Декомпенсация уже дене қызу шектен тыс көтеріледі да, бізде сопақша мида, тыныс орталығы, сосын қан тамыр орталығы бар. И сол қатты қозып кетеді. Содан кейін бірден тежелу басталады, гипоксия дамиды. Қызба не үшін тежеледі? Себебі бүкіл энергияны жағып тастайды. Солай қан айналым тежеліп қалады. Өйткені бізде уже бүкіл күш бітті, жаңағы ұстап тұратын жаңағы температураны. Уже бізде не басталады? Гипертермия басталады. Қызба кезінде терлеу нәтижесінде ағза көп су жоғалтады, содан қан қоюланып, ағза одан әрі нашарлап кетеді. Бұл же теңгерілмеген декомпенсация сатысында осындай өзгерістер болады. Енді организмге төмен температура әсері қалай әсер етеді? Гипотермия деп аталады. Денеге суық тиюі. Например, қыста ағзада жылу шығару тежеледі. Теріде қан тамырлар тарылады бұл кезде. Керісінше гипертермиядан басқа, гипертермияда бізде уже артериялардың вазодилатациясы болды. Одан кейін теріде қан тамырлар тарылып қалады. Ағзада жылу шығару күшейеді. Сосын бізде жылу өндірілу күшейеді. Бауырда гликоген ыдырауы артып, зат алмасу күшейеді. Ал гипоталамус реттейді бұл процесс бәрін. Гипоталамус уже бізде жылу өндіруді күшейтеді, жылу шығарды бізде тежеп тастайды. И бұл механизм барлығы ағзаның 36-7 температурасын сақтау үшін қажет. Біздің ағзамыз 36-36-7-де ғана өмір сүре алады. Норма болып есептелінеді. Ал гипотермияда бізде гипоталамустың бірақ қана миссиясы болады, ол осы 36-36-7 температураны ұстап тұру үшін қажет. Ал теңгерілген және теңгерілмеген сатыда, ағза суық температура бейімделеді. Қалай бейімделеді? Жаңағы уже спазм болады, жылу өндірілу артады. И сосын біздің ағзамыз ұзаққа шыдап тұра алмайды. Көріп тұрсыздар өздеріңіз. Ал теңгерілмеген сатыда болса ағза икемделісі жойылып, барлық қызмет нашарлайды. Себебі бізде қорда уже гликоген бітті. Бұлшықетте гликоген бітті. Олардың бәрін жағып тастадық. И сосын бізде жағатын нәрсе жоқ. Уже бізде шыдамайды, отказ берді ағза. Теңгерілмеген сатыда ағзаның қызметі төмендеген соң ол сыртқа әсер ететін факторлар қарсы жауап қайтара алмай қалады. Например, қандай? Иммундық жүйе бітеді, микроорганизмдер өздерінің үстемдігін жүргізіп бастайды. Осылай. Өйткені иммундық жүйе бәрін уже не істейді? Бізде алатын энергия жоқ, жағып тастады бүкіл энергияны. Осылай түсіндіңіздер. Иммундық жүйе бітеді. И қандай саты бар? 3 саты бар. Бірінші саты уже бізде үстеген мүше қызарып бастайды. Екінші саты
мүшенің күлдіреуі және қабыршақтанып бастайды. Үшінші саты мүшенің өлектенуі және некрозы. Үшінші сатыда уже бізде ампутация жасайды. Өкінішті. Аурудың химиялық себептері экзогенді эндогенді улану. Экзогенді улану, яғни сыртқы факторлар, например, иіс газы, жаңағы пештен, например, пешті тазаламай қыста жаңағы иіс газы үйге таралып кетіп, қанша адам қайтыс болды осы иіс газынан. Ол да уже экзогенді улануға жатады. Химиялық элементтермен тығыз жұмыс істеу, например, пестицидтер, гербицидтер, саңырауқұлақтармен улану, ауыр металдар, дәрілік заттар деген сияқты. Эндогенді улану, ұйқы безі дұрыс жұмыс жасамаса, глюкоза қанда көбейіп улы әсер етеді. Глюкоза уже улы әсер етеді. Бүкіл ағзаны құртып бастайды уже. Бүйректі, көзді, давлениені көтереді, нервтарды құртады, тамырларды құртады. Уже бізде ол эндогенді улану деп аталады. Ағзаның дұрыс жұмыс жасамауынан. Бүйрек жетіспеушілігі, например, уремия, ең-ең миды зақымдайды. Уже бүкіл уремия дегеніміз улы заттардың ағзада уже бүйректен шығады, бүйрек жеткіліксіз болады, бүкіл ағзаға таралады. Ол бізде уремия деп аталады. Зат алмасы бұзылады, например, зат алмасы бұзылысынан билирубин мысалы бөліп шығарушы органдар жетіспеуінен миды барып зақымдайды. ДНК-ға әсер етеді, жасуша бұзылады, мысалы иіс газымен уланып бірден эритроцит қызметін болады. Эритроцит оттегі мүлде тасымай қояды. Осы ағзада гипоксиядан адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Төмен және жоғарғы атмосфералық қысымның организмге әсері. Мына мысал уже газдық ацидоз, газдық алкалоз, метаболизмдік ацидоз, алкалоз тақырыбын жақсы білу керек. Мен осыны видео түсірген болатын, соны бір қарап шығыңыздар, сол кезде жақсы түсінікті болады. Төменгі барометрлік қысым дегеніміз уже жоғары көтерілген сайын бізде оттегі азаяды, 21%. Бізде 760 мм сынап бағанасы жерде, біз кәдімгі қалыпты жерде, тауға шықпағанда, самолетке ұшпағанда бізде осындай 21% оттегі құрамымен өмір сүреміз. Сол бізге жеткілікті. Тауға көтерілген сайын ағаштың бәрі жерде қалады, гипобария болады. Өйткені қысым төмендейді, оттегі азайып жатыр. Ағаштың бәрі жерде, оттегі өндіретін ағаштың бәрі жерде. Солай бізде оттегі төмендейді, оттегі 10% болып қалды делік. Солай бізде азот деңгейі артып кетеді бұл жерде. Сосын ол декомпрессорлық жолмен қанға түседі. Декомпрессорлық, яғни көп жақтан аз жаққа. Өйткені ол жақта азот көп, оттегі аз. Осы қазір қанда азоттық ембол, яғни газдық ембол дамиды. Бұл газ қанда ерімей, тері асты шермай қабатына жиналып, терілік эмфизема дамиды. Компенсация сатысы. Теңгерілген сатыда ағза 4 метр биікке дейін төмен атмосфералық қысымға бейімделеді. Қалай бейімделеді? Ол жоғары биіктікте оттегі аз болғандықтан қанда эритроциттер көбейеді, тыныс алу және жүрек соғуы артады. Өйткені бізде оттегі деңгейі қанда төмендегеннен кейін анаэробты тыныс алу жүрек, метаболизмдік ацидоз дамиды. Аэробтыдан анаэробты тыныс алуға ауысады біздің ағзамыз. АТФ өндіру керек қой. Корид циклынан бізге жаңағы лактаттан энергия өндіріп бастайды. Кребс циклы бізде жұмыс жасамайды. Осылай бізде метаболизмдік ацидоз дамиды. СО2 ағзамызда көп жиналып қалады. Оны шығару үшін бізде тахипноя болады. Сосын неге тыныс алу, жүрек соғу артады? Сырттағы оттегі, аз оттегіні бізде ішімізге ұстап қалу үшін тез. Яғни соның бәрін ағзамызға түгел жеткізу үшін осында қызмет атқарады. Сосын СО2-ні көп шығарып тастау үшін. Бөлініп жатқан қалдық өнімдерден жүйке жүйесі қозады, қызбаланып өзін басқара алмауы мүмкін. Декомпенсация сатысы 5 метр биіктіктен асып кеткен кезде ағза икемделіс төмендейді, себебі оттегі аз. Бүткіл энергияны уже құртып тастадық тоже. Ауа құрамында оттегі аз. Ал ағза тез демалғанымен оттегі жоқ. Әр тыныс шығарған сайын қандағы бүкіл СО2 шығарып тастайды. Содан газдық алкалоз дамиды. Тыныс алу физиологиясына келетін болсақ, бізде СО2 бізде тыныс алу орталығын қоздырады хеморецепторлар арқылы. Аорта бифуркациясында. Олар уже хеморецепторы СО2 өте сезімтал. Азайса бітті, бізде сопақша мидағы тыныс алу орталығы тежелетті, бізде газдық алкалоз дамиды. СО2 біздің өмір сүруімізге өте керек оттегі екеуі. Ары қарай тыныс алу және тамыр қозғалтқыш орталығы тежеледі. Осылай бүткіл ағза қызмет төмендеп, соңында ағза өледі. Бұл жерде уже газдық алкалозы продипноя дамиды. Себебі СО2-ні шығарып тастамас үшін біз СО2-ні барынша ұстап қалуымыз керек. Сол үшін бізде продипноя дамиды. Екінші, жоғары атмосфералық қысым. 760 мм сынап бағанасының қысымның жоғарылауы. Бұл кезде жердің астына терең түскен сайын атмосфералық қысым жоғарылай береді.
Бұл жоғары қысым ағзадағы қуыстарға қысым түсіреді. Например, ортаңғы құлаққа солай шаншып ауырсыну болады. Өкпенің жарылып, содан ауалық эмболия дамуы мүмкін, қауіптілеу кішкене. Жоғары қысым қанға түскен газдарды жылдам ерітіп жібереді. Қанға түскен азот майда жақсы ериді. Ал біздің майымыз майдан көп тұрады. Липидтен тұрғандықтан азот миды бұзады, яғни зақымдайды. Осылай әсер етеді. Оған мысал Кессин ауруы. Кессин ауруы дегеніміз жер астынан жоғары қысым бар жерден жердің бетін төменгі қысымға бірден шығарғанда дамитын ауру. Бұл ауруда жоғары қысымда еріген газдар тез төменгі қысымға шыққан кезде газ күйіне ауысып өкпе арқылы шығарылып үлгермейді, газдық эмболия дамиды. Қауіптілеу ауру, газдық эмболия дегеніміз уже қан тамырларда уже бізде болмайтын ауаның болуы. Яғни бір газдың болуы, уже газдық эмболия дамиды осылай. Электр тоғының патогенді әсері. Тоқ шығатын жер ғана болса соғады адамды. Бұлай жайдан жай соқпайды. Тоқ плюс, ал жер минус, сол үшін жер арқылы шығады. Сосын тоқ соққан адамды біз жерге не істеп тастаймыз? Көміп тастаймыз ғой, басын шығарып, сол кезде бізде ол бүкіл тоқты сорып алады өзінен. Шығарып тастайды. Бір аяқпен тұрғанда неге тоқ соқпайды? Себебі бұлай. Бізде тоқ кірсе ғана, кіретін, шығатын жер ғана болса, бізде не істейді? Тоқты соғады. Например, бірінші қолдан шығып, екінші қолдан шығады. Немесе аяқтан, қолдан деген сияқты. Ал сосын бір аяқпен жүрген кезде біз бүкіл жолды жауып тастаймыз. Жаңағы жерде, например, бір электр бағанасы құлап жатыр, сол кезде біз бір аяқпен секіргілеп жанынан өтетін болсақ, бізде тоқ соқпайды, себебі біз бүкіл жолды жауып тастаймыз. Жалынның механизмі қалай? Ағзада электр тоғы әсер еткенде, ол бірден нейрондарға барып әсер етеді де, ағзаның бүрісіп жабысып қалуына әсер етеді. Ең негізгі механизм тоқ жасуша сыртында оң заряд теріске, ішіндегі теріс зарядты оңға тез ауыстырып жібереді. Өте жылдам болады, солай ағза жабысық болады. Например, бір тоқ соққан кезде уже жібермей тоқ ұстап қалады, сол жабысық болады, өйткені өте тез жаңағы белоктарды ыдыратып жібереді, тез импульс өткендіктен, ішін оңға, сыртын теріске айналдырып жіберген. Соның әсерін жасуша ішіндегі нейрондар ұйып қалады, ал сыртындағы нейрондар болса сынып кетеді. Ең негізгі зақымданатын мүшелер ми мен жүрек, өйткені оларда нейрондар өте импульстар өте көп. Жүректе де импульс арқылы соғады ғой, ал нейрондарда да импульс арқылы. Бүткіл осылай ми мен жүрек зақымдалады. Тоқ шығатын жер ғана болса адамды соғады. Мына механизмді сызып алыңыздар. Мен мынаны интернеттен таппадым, өзімнің конспектімді суретке түсіре салдым. Аяқтан кірсе, уже байқап тұрсаңыздар, бүкіл жүрек арқылы өтіп тұр, жүрекке жақын көрдіңіздер ғой. Өйткені жүректе бізде түгел импульс өзі өндіреді ғой. Сразу барады, уже не істейді, жүректі зақымдап өтіп кетеді. Сосын байқасаңыздар, жаңағы кептерлер бар ғой, торғай, құстар, жаңағы тоқтың үстінде тұра береді. Оларды неге тоқ соқпайды? Өйткені оларда не жоқ, плюс аймақ, яғни минус аймақ бұл жерде оларда жоқ. Оларда плюс қана болып тұр, тоқ плюс. Солай жүре береді. Ал егер оны темірге барып, темірмен жаңағы құсты барып тиіп жіберсек, бітті, ол құсты тоқ соғады. Солай өліп қалуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Бұл бізде уже этиология, сыртқы экзогенді этиологиялардың тізімі болды. Енді эндогенді этиологияларды біз алдыңғы тақырыптарда жақсылап талдайтын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет.